Амалектіктерден абайлаңыз. Жаратқан иенің Амалекке қарсы соғысы ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын болады. Мысырдан көшіп шығу 17-ші тарау 16-шы аят. Исраил халқы уәделі жерге кірген кезден-ақ амалектіктер оларға шабуыл жасай берді. Сонда исраилдіктер амалектіктерге қайта-қайта қарсы тұрып, оларды жеңуі керек болды. Сол себептен Құдай амалектіктерге ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын соғысты жариялады. Сіз осы жағдайдан бір нәрсе үйрене аласыз. Шайтан сіздің Құдайға қызмет етуге бел буғаныңызды білсе, сізді құттықтай қоймас. Керісінше, ол шамасы келгенше сіздің өміріңіздің бірінші жаралы жақтарына, екінші әлсіз жерлеріне, үшінші өзіңіз мән бермейтін жақтарына шабуыл жасайтын болады. Оның сізге қарсы қолданатын қарулардың ең тиімдісі сіздің өзіңіз. Тыңдаңыз. Өйткені ескі болмысымыздың қалауы киелі рухқа қарсы, ал рухтың қалауы ескі болмысымызға қарсы. Бұл екеуі бір-біріне қарама-қайшы, сондықтан өз еріктеріңмен әрекет ете алмайсыңдар. Галаттықтарға арналған хат 5-ші тарау 17-ші аят. Бір күні орманда аңшымен аю кездесіп қалыпты. Аю, менің қарным ашып тұр десе аңшы, ал мен жүн теріден жасалған тонды сондай қалаймын депті. Сонда аю, онда бір ымыраға келейік дейді де аңшыны тез жеп қояды. Сонымен қараңыз, аюдың қарны да тоқ болды, аңшы да жүн теріге оранып алды. Осыдан алатын сабақ қандай дейсіз бе? Дұшпанмен ымыраға келсеңіз, жеңілесіз. Құдай былай деген: мен бүгін сендерге таңдап алуларың үшін өмір не өлім, жарылқау не қарғыс әкелетін жолдарды алдарыңа жайып салдым. Шіркін, өмірге апаратын жолды таңдап алсаңдар ғой. Осылай өздерің де, ұрпақтарың да аман есен өмір сүресіңдер. Заңды қайталау кітабы 30-ші тарау 19-шы аят. Құдай сіздің өзіңізге бергісі келетін баталарына кедергі болатын кез келген нәрселерге қарсы соғыс жариялаңыз. Сондай кездерде шайқалмауыңыз керек. Сіз өз өміріңіздегі амалектіктерді толығымен құртпасаңыз, олар қайта-қайта шабуыл жасай береді. Ендеше, ескі күнәһар болмысыңызға қарсы соғыс жариялаңыз.